Сәлем құрметті достар, сіздермен Қазмет каналы және де мен Берік Ермұханов. Достар, бүгінгі видеода біз тыныс алу органдарының ішіндегі ең маңызды органдардың бірі мұрынмен танысатын боламыз. Ал сіздер видео басталмай жатып біздің видеоға лайк басып, бізге тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Ал видео соңында комментарийге өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар достар. Ал кеттік, өз видеоны бастаймыз. Достар, ең алдымен біз мұрынның қызметіне тоқталсақ. Мұрын бізде ең бірінші демалуға қатысатын орган болып табылады. Яғни ол ауаны тазалап, ылғалдап, келесі тыныс алу органына жіберіп отырады. Келесі болса, мұрын бізде иіс сезу орган болып табылады. Яғни мұрынның ішінде орналасқан арнайы рецепторлар иісті анықтап миға сигнал беріп отырады. Үшінші, бізде мұрын біздің аузымыздан шығатын дауысқа тікелей қатысы бар. Яғни дауыстың дұрыс шығуы бұл мұрынмен тікелей тығыз байланысқан. Ал енді мұрынның құрылысына келіп тоқталсақ, мұрын бізде сыртқы көрінісінен қарасақ алмұрт тәрізді болып келеді. Сырты термен қапталған, сүйекті және шеміршекті тіндерден құралған болып табылады. Ал ішкі бөлігіне келетін болсақ, іші кірпікті эпителиймен қапталған болып, шырышты қабаттан құралған. Мұрынның шырышты қабатын біз ринус деп атаймыз. Яғни мұрын шырышты қабаттың қабынуы ринит ауруы болып табылады. Суретті көріп тұрған жастар, арнайы қалқандар бар, мұрынның ішкі қалқандары. Яғни бұл мұрын жолдары. 3 мұрын жолы бар: жоғарғы, ортаңғы, төменгі мұрын жолдары. Жоғарғы мұрын жолы бұл иіс сезуге қатысады. Яғни ол жерде орналасқан арнайы рецепторлар, арнайы жасушалар иіс сезуге қатысады. Яғни сол мұрнымызға келген иісті анықтап, қандай иіс екенін талдап, миға сигнал беріп отырады. Қалған төменгі, ортаңғы және төменгі мұрын жолдары болса, ол тікелей демалуға қатысады. Ол жерден ауа өтіп, ауа ылғалдалып, ауа тазаланып, келесі салу органына жіберіліп отырады. Мұрынды көріп тұрған жастар достар, осындай қалқан барлығын көпшілік біле бермейді. Сыртқы көрінісіне қарасақ, бұндай құрамалы орган екені байқалмайды. Яғни бұл қалқандардың болуы сол мұрынға кірген ауа тікелей біздің жұтқыншағымызға өтіп кетпей, сол қалқандарға қақтығысып, шырышты қабаттарындағы шырышқа дүгісіп, ылғалданып, тазаланып, яғни шаңдардың бәрі сол шырыштыға сіңіп қалып, таза ауа, яғни ылғалды ауа келесі тыныс алу органына өтеді. Яғни қалқандардың қызметі өте зор. Ал енді мұрынның қосымша аппараттарына келсек, яғни мұрынның қосалқы қуыстары немесе мұрын қойнаулары. Мұрынның жалпы 4 қойнауы бар: жоғарғы жақ сүйекте орналасқан гаймер қойнауы, маңдайлық қойнау, сына тәрізді қойнау және торлы лабиринт қойнаулары. Бұл қойнаулардың қызметі ауаны ылғалдап, келесі органға жіберіп отыру. Яғни мұрынның ішінде орналасқан мұрын жолдары, яғни қалқандар осы қойнауларға ауаны бағыттап отырады, ауа соның ішінде ылғалдалып, келесі органға жіберіліп отырады. Осымен видео аяқталды достар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бізге тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Ал бізде келесі тыныс алу органы жұтқыншақ болса, ол туралы видео бар, кіріп қарап шығыңыздар. Одан кейінгі видео бізде көмей туралы болады.